Дәулетхан деген молла саяси қылмыскер деген жабылған жаламенен түрмеде жатыпты. Қасында Қытай ма, өзге бір ұлттың бір адамы бірге жатқан екен, буддист, будда дініне сенетін. Соныменен қайтыс болады. Қайтыс болған кезде сол жердегі түрме басшылары осы адамды сен көмесің деп арнайы бір салатын сандықта әкеліп береді, осыған сыйғызып апарып көм деп бұйрық береді. Бұйрық қатты тәк адамды әкелген сандыққа салып жатса, аяғы сыймай қойған ғой, сорайып сыртқа шығып. Сөйтсе Дәулетхан молла енді ыза болды ма, көңіліне бірдеңе жақпады ма, әк адамды теуіп тұрып нығап сандыққа салып апарып жерді қазып көміп тастап қайтып келсе, теуіп тұрып нығаған аяғы тартылып қалған екен. Соныменен түрмеде жатып талай жыл зардап шегіп, кейін түрмеден шыққаннан кейін содан не де болса осылардың бір сенімінен келді-ау деп сол дінді ұстанатын, буддист дінін ұстанатын бір адамға барып, мен осындай бір адамды теуіп тұрып нығап сандыққа салып едім, содан бастап аяғым тартылып қалды деп айтқан екен. Содан әк адам бірдеңесін оқыпты да терезенің алдында қағазды өртеп қойыпты. Қарап отыр, қағаз ұшса, онда сен жазыласың, ал қағаз ұшпаса, онда сен осы беті кетесің деген екен. Сөйтіп отырса, бір заманда аяқ астынан жел соқты ма, бір жағдайменен терезеден ақырындап өртеген қағаздар ұша бастаған ғой. Соны қуанып кеткен Дәулетхан имам әкеге қарап отырып, қолай-ау, бұлардың да бір сенетін, оқитын, дұғасы, діні бар ма деп таңғалып отырса, бір заманда аяғы жазылып жүріп кеткен екен. Сіз қалай түсінесіз бұны?